Сәлем бердім көрермен, сіздермен мен Ақжолтай. Бүгін 9-шы сабақ және біз CSS қаріптерін өтеміз. Қаріптер шрифт немесе ағылшынша фонт. Бүгінгі тақырыпта біз фонт вариант өтеміз, фонт стайл, фонт family, Google Fonts, фонт shorthand, жалпы шрифттарды, қаріптерді өзгерту әдістерін өтеміз. Сонымен бастайық. Бізде фонт вариант екі түрлі болады: normal, жай ғана, қарапайым, по умолчанию, және small caps деген бар. Бұл жерде барлығы бас әріп және бірінші әріптері ғана үлкен болып табылады. Біз мына тайтылға font variant small caps дегенді қолданайық. Бізде барлығы бас әріп болып кетті, бірақ ең бірінші әріпі басқаларынан ерекше үлкен. Біреуін, мысалы, салық дегенді бас әріппен жазып қойсақ, көрейік, ол да басқаларына қарағанда үлкен болып шықты. Ары қарай кеттік. Фонт стайл. Фонт стайл ол нормал болады, по умолчанию. Одан кейін италик деген курсив, немесе былай оңға қарай жатқан, және облик деген бар. Оны аударатын болсақ, ол да қиғашынан, ол да сәл қисайған. Негізі қатты айырмашылығы жоқ. Италик нормалды қолдана берсеңіздер болады. Біз фонт стайл италикті қолданайық. Көріп, бізде қисайған сөз шықты. Фонт фамилиерді өтейік. Фонт family көбісіңізге Word программасымен таныс. Бұл жерде көп жағдайда сіздер Times New Roman'ды қолданыңыздар, кей кезде Arial'ды қолданыңыздар. Calibri деген бар қазір, по умолчанию Calibri болып жүрген сияқты Word'тарда. Енді бізде қандай фонт, қандай шрифт бұл жерде? Оны қарау үшін компьютерді қараймыз. Компьютерді қарап, төмен ең соңына түсетін болсақ, rendered fonts деген жерде Times New Roman деген бар. Times New Roman, бұны біз ешқайда енгізген жоқпыз, бірақ бұл по умолчанию бізде осылай болды. Енді оны біз көп жағдайда өзгертеміз, себебі әрбір сайттың өзінің әдемілігі үшін әртүрлі шрифттар қолданады. Бізде нақты бүкіл шрифттерді осылай 5 түрге бөлуге болады. Сериф деген ол мынандай нелермен өзінің бір әдеміліктері қосылады, қосымша сызықтары. Sans serif ол жерде онда ештеңе жоқ. Sans serif былайша айтқанда нағыз печатный қаріптер. Енді monospace. Сериф пен sans серифтің түрлерін көрейік. Ол ары қарай бөлінеді жаңа шрифттерге. Серифке жаңа өздеріңіз білетін Times New Roman жатады. Georgia егер қолданған болсаңыздар, және Garamond жатады екен. Sans serifке Arial, Verdana, Helvetica да соған ұқсайды. Monospace деген ол оқиық мына жерде heroes have same fixed width. Әрқайсысы өзінің ұзындығы бірдей дейді, әрбір әріптерінің. Арақашықтықта кішкене алыстау, кішкене басқаша жасалынған. Ары қарай курсивті көрейік. Курсив бұл жерде енді қолмен жазылған сияқты болады. Және fantasy деген әртүрлі дизайн, енді басқаша бұлардың бесеуіне де ұқсамайтын әдемі дизайнмен. Ары қарай енді font family'ді жазатын болатын болсақ, енді font family'ді былай жазамыз. Font family деп жазып, мысалы, бізде енді Times New Roman тұр, оны жазып қойық. Arial деген жазып көрейік. Бұларға егер кейбіреуі мынандай тырнақшамен жазылған, кейбіреуі тырнақшасыз жазылған. Егер арасында пробел болатын болса, тырнақшамен жазыңыздар, болмаса керек емес. Енді өзгерттім. Arial'ды өзгерттім да, және обновить еттім. Қарасаңыздар, енді компьютерді қарайық. Компьютерді қарасақ, міне бізде rendered fonts Arial. Яғни Arial бұл бізде браузерде по умолчанию бар болып тұр ғой. Бірақ кейбір фонттар жоқ. Мысалы, мен өзіме ұнайтын Roboto деген шрифт бар. Оны жаңартсам, мен ол қайтан Times New Roman болып қалды, көрсеңіздер. Ал енді, мысалы, менде Roboto болмаса, бірақ Arial болсын деп сондай менде тапсырма болса, мен онда өтірмен жазып қоямын Arial деп. Roboto болса Roboto, болмаса Arialға түсу керек. Бұл fallback фонт деп аталады. Fallback, яғни
Біріншісі болмаса екіншісі. Жаңартам менде енді Arial болды. Себебі роботы жоқ. Жоқ фонттарды қалай істейміз? Бұл жерде бізге Google фонт көмектеседі. Google фонт десеңіздер, Google Fonts роботы дейік. Міне fonts.google.com деген сайтында неше түрлі шрифттер бар. Әзірге мен роботаны алайын. Көптеген әдемі шрифттер бар. Роботы меніңше ең танымал шрифттердің бірі. Бұны енді қолданып үйренейік. Бұны өзіміздің сайтымызға қосып керек. Ол үшін біз мына сайтты ашатын болсақ, бізде ең біріншісінде ол мысал келтірілген, келесінде әртүрлі түрлері көрсетілген, 500 фонт weighттары. Фонт weight естеріңізде болса, біз өткен сабақтарда өткенбіз, яғни 900 өте жуан. Осындай нұсқалары бар. Енді маған керек түрлерін алайын. Мысалы, менде 100 керек маған, 300-кі де керек. Италик қатты керек емес маған. Менде көбісі қосылған екен. Менде уже дайындалып тұр мыналар. Кейбіреуін, мысалы, керек емес болса, оларды минусовать етіп, мына жаққа пока что өзіме керек нұсқаларын таңдап алдым. Және төменде қарасаңыздар, мына жақта link import деген бар. Екі түрлі код берді бізге. Біреуі линк арқылы, яғни осындай кодты HTML-ге сал дейді. Екіншісі import дейді. Ол енді CSS style деген, яғни CSS-дің ішіне жазамыз. Әзірге біз линк бойынша қолданып көрейік. Міне бізге осындай кодты дайындап берді. Оның бәрін көшіріп алайық. Көшіріп алдым да, енді салайын мына жерге. Бұл әрине линктарды біз әрқашан хедтің ішіне жазамыз. Олар сайт енді ғана ашылған кезде осылар дайын болып тұру керек. Жаңартам. Бізде роботы жазылды. Роботаны көшірдім. Енді салыстырып көрейік. Роботы black дейді. Бізде енді роботы болды. Біздің италик құртып тұр бәрін. Әдемі болмай қалды. Кішкене басқаша болып кетті. Және small caps алып тастайық. Бізде осындай роботының әдемі түрі, текстіміз әдемі болды. Енді біз әрбір тайтлға, параграфқа беріп отырмай, роботаны бүкіліне бере салайық. Көбінесе оны body'ге бере салады, кейде HTML-ға бере салады, кейде барлық деген жұлдызшаға да бере салуға болады. Әзірге body'ға бере салайын. Менде міне параграфта сілтеме де роботаға айналды. Екінші түрмен қосып көрейік енді. Импортпен. Импортты да көшіріп аламыз. Бірақ мен, қараңыздар, стайлды көшірсем де болады. Стайлды көшірмесем де болады. Енді міне мынаны алып тастайын әзірге. Линктер керек емес. Мен оны стайлмен қостым. Стайлмен қостым. Бірақ менде уже стайл бар. Бұл істей ме, істемей ме? Негізінен бұл істейді. Сіз неше стиль қоссаңыз, соның бәрі жұмыс істейді. Міне мына жақта тексердік, бәрі істеп тұр. Енді бұны стайлдың ішіне де салсам да болады. Стайлды алып тастайық. Алып тастап, стайлдың бірден басталған жеріне импорт қойып қойсам да болады. Жаңақтан, менде қайтадан роботаға келді. Робота Lite. Ары қарай бізде тағы да үшінші түрі бар, download all деген. Оны енді басқа сабақтарда өтетін боламыз. Шрифтті өзіміздің керек файлымызға көшіріп, сол жерде оны қолдану. Бүгінгі сабақ аяқталды. Ұнаса лайк басамыз, каналға жазыламыз. Келесі сабақтарда кездескенше.